40 жасар дәке базарда, Алматы қаласында, үлкен базарда оптовщик болып жұмыс жасайды. Оптовик, яғни шетүрлі товарларды оптовый таратады. Бір күні соған 18 жасар қызды жұмысқа алған еді. Кассаға тұратын сенімді адам керек деп. Сөйтсе, бұл сенімді адам деп отқанымыз 18 жасар қыз, аты Сая. Енді сенімді адам керек деген кезде танысының қарындасы еді, яғни кімнің, дәкенің сол жерде бутикта бір танысы болған, бір әйел. Сол әйелдің туысқандарының бірі еді. Типа туған емес, қарындас, сіңілісі. Сосын бір кезде, болды, бір алыс туысқаным бар еді, ауылдан келген. Қазір сабақ оқып жүр, сабағын былай жауып тастап, сіздің қолыңызда жұмыс жасаса болады деп. Сол қызды жіберген еді. Сөйтіп дәке келеді. Сөйлеседі, жұмыс жайында, собеседование болады. Жұмыс осындай, тек кассаға қарап тұру керек, себебі мен кассаға үлгере алмай жатырмын дейді. Негізі маған сенімді адамдар керек. Сол сені айтып, жаңағы әпкеңді танимын, сол үшін сені жұмысқа алып жатырмын. Зарплатаң нормальный болады, осылай бірақ 200 000 теңге өзіңді жақсы көрсетсең, дальше жұмыс істеп қаласың деген сияқты, және жалақыңды көтеремін деп айтады. Сая жарайды дейді. Сая бірақ өте әдемі, бойы ұзыннан келген, түріне қарағанда приятный, сондай фигурасы бар, көтені үлкен, емшектері дәу дегендей сондай қыз еді. Дәкенің ойында ешнәрсе жоқ, жұмысқа кіргізіп, үйретіп, өзі ара-бері көрсетіп, былай деп касса жинатқызуды сөйтіп тапсырып, өзінің орнына кетіп қалады. Сөйтіп күндер өтеді, Сая жақсы жұмысқа кіріседі, бір айдай өтеді, жалақысын алады, кәдімгідей көтеріліп қалады, тез жұмыс істейді, және шустрая, былай айтқанда, в общем, жақсы жұмысқа сіңісіп кетеді. Сосын бір ай өткеннен кейін дәке келіп, Сая қарындасым молодец, көп жұмыс жасадың, осылай деп барлығын айтады. Сөйтіп 2 ай өткеннен кейін дәке ақшаның есептеген кезде ақшаның дұрыс шықпай жатқанын көре береді. Былай есептейді, ақша дұрыс шықпайды. Соңғы 2 айда ақша дұрыс келмеген. Бір жерлерде себебі барлық есеппен еді. Ешкімнің күмәнданайын десе, ешқандай дәлел жоқ. Бір күні енді Саядан ойлағысы келеді, бірақ Саяның ондай емес адам, өте ашық, жарқын адам деп ойлайды. Сөйтіп бір күні қараса, Саяны енді мәжбүри байқап көруге тырысады. Артық ақшалар жіберіп қояды, не қылып қояды дегенде тексертеді бәрін. Енді сумкасын барып тексеруге ұялады, немесе жаңағыдай Каспийін счетын тексеруге ұялады. Жалпы айтқанда уақыт несін табады ғой. Камераны қарайды, барлық жерлерді қарайды жалпы ше. Сөйтсе бір скрытый көрінбейтін бір камераны қойып кетеді кассаның қасына. Алдынан көрініп тұратын. Екінші камера тұрады, ол көрінбейді. Ал екінші жақтан тағы камераны қойып қояды. Сөйтіп дәке бір скрытый камераны қойып кетеді. Сөйтіп қарап отырса, жаңа Сая деген қыз наличкамен Каспийден Каспийге аударып отырады екен, өзінің қалтасына қарай. Білдіртпей аударады екен. Көп емес, 200-300 теңге, кейде 2000-3000 теңге сөйтіп бір күннің ішінде 20 000 теңгедей аударып жатқан. Себебі кассаға үлкен ақша түседі. Бір күнде бір кассаға мысалы 500-600 мың касса болады екен, соның бір 20-30 мың жырып қалып отырады екен. Сөйтіп 2 ай өткен, 1 миллиондай жоқ деген, сөйтіп жұрылған ақшаны 2 айдың басынан емес, бір ай бойы сөйтіп жүрген. Сөйтіп дәлелдейді, анықтап, нақтылап. Сосын келеді, дәке айтады, Сая сөйлесетін әңгіме бар дейді. Сая қорқып кетеді, уже біліп қойды ау деп. Бөлмесіне кіргізеді. Осындай ақша алып жүр екенсің, барлығын есептеп, қайттан әкеліп орнына дейді. Сосын жұмыстан шығасың дейді. Сая айтады, ой, не деп жатсыз? Дәлеліңіз қайда? Ұялмайсыз ба? Деп қайқайлап кәдімгідей күшейеді. Дәке айтады, ұят болады қазір. Сен ұялмайсың ба дейді. Осындай әп-әдемі қызсың, жап-жас қызсың, 18 жастасың. Алдағы өмірің, алдағы қазір шақырам тиісті адамдарды. Сөйтіп сені заң бойынша сені бәрін орнына қояды дейді. Сөйтсе бір кезде Сая, ой, сіз не деп шақырыңыз, любой адам, дәлелдеңіз деп күшейеді. Кәдімгідей ашуланып, столдарды ұрып, сізді сотқа берем деп. Себебі хитрая да жаңағы қыз 18 жасар. Сосын бір кезде дәке дейді, қойсаңшы дейді. Көрсетейін ба? Дәлеліңіз жоқ. Видеодан қойып береді дәлел. Міне дейді дәлел. Мен жерге камера қойым деп камерасын көрсеткен. Сосын бір кезде ананы көргеннен Сая қалтырап дәлелдеп, мынаны қазір берсем, сен бүкіл өмірің тасталған болады дейді. Ақшаны қоясың и так-та дейді. Бірақ өмірің вообще бітіп қалады. Давай лучше тыныш қана тараса қояйық дейді. Ақшаны әкел дейді. Және мен бәрібір арыз жазамын дейді. Себебі мен отчет барлығын жабуым керекпін дейді. Себебі мына ақшаны сен әкеле аласың ба, әкеле алмайсың ба, сен әкелмей созып жүресің. Мен бәрібір арыз жазуым керекпін дейді. Вообще өмірің бітіп қалады дейді. Бірақ қазір шешуге тырысамын. Сөйтсе Сая, ойбай аға кешіріңіз, қателестім, білмей қалдым, өйттім деп
Дәкенің аяғына жабыса кетеді, аяғын құшақтап. Дәкең, ей қой жынды ма, не істеп жатсың? Тұрар, итерейін десең қайсына, әп-әдемі қыз ана. Сөйтсе бір кезде аяғына жабысып, кімнің Дәкенің мүшесін сипалап жатыр сыртынан. Кәдімгідей қысып, Дәке деген оянып кетеді. Бір кезде қолын салып жүреді бұтына қарай. Дәке одан сайын сөйлей алмай қалады. Сайманы резко тұрады. Сөйтіп сол жерде шешетті, Сая аузын алады ана жерде. Кәдімгідей аузын алады. Дәке не істейді, үндей алмай қалады сол тұрған жерден. Аузын алып жатыр, короче. Бітіріп тастайды атау аузына қарай. Азып ше. Сая аузы быт шыққан жаңағыдай тұр енді алдында. Аға кешіресіз ба, ана мына білмей қалдым, үйттім, ақша керек болып қалды. Бұндай ақшаны көрмегенмін деп. Дәке айтады, істегің келе ма жұмыс дейді алдағы уақытта. Иә, істегін, мен саған ақшаны беремін, ақша бар. Бірақ жаңағыдай любовнигім боласың дейді. Любовницасы боласың дейді. Жарайды, ойбай дейді. Сөйтсе, Сая жүрсе, сондай жаман жерлерде жүрген қыз болып шығады. Дәке күнде тырылта тұсап алып, әр күн түн жұмыс біткеннен кейін алып келеді, қонақ үйге барып беріп қайтады. Ақшасын береді. Сөйтіп Сая өзінше болып жұмыс жасағысы келмей, кәдімгідей кімнің мойнына мініп алады Дәкенің. Дәкеде әлсіздігі еркектің, соның айтқанын істеп, өйтіп ананы алып бер, мынаны алып бер деп. Сөйтеді бір кезде Дәкенің әйел бала шағасы бар екенін біледі ғой енді. Досы келіп айтады, Дәкен біліп қалғаннан Дәкен не істеп жатсың, бұндай нәрсемен айналыспасайшы, бала шағаң бар, әйелің бар. Конкретно өліп бара жатсаң, екінші әйел қылып ал дейді. Екінші әйел қылып ал дейді да, кәдімгі некелеп. Алмайсың ба, жолама дейді да. Қосылатын болсаң некемен қосыл деп айтып жатыр да. Сосын Дәке үйге келіп ойланады. Бала шағасы бар, несі бар, аяйды. Сөйтсе жаңағы қызға барып, кімге барып айтады, әйеліне айтады, осындай екінші әйел алу керек деп айтып қалады. Сөйтсе әйел айтады, екінші әйел болғанда білмеймін енді дейді. Жағдайың жетіп тұр, өзің көріп тұрсың, денсаулық жағың жетіп тұрған шығар дейді. Дұрыс қой дейді, ол айтады. Өйтіп әркіммен андай қосылып не болып жүрген, екінші әйел алған дұрыс. Бір мұқтаждау адамды алсаң да болады, енді мен дейді, өзім қарастырып көрейін, если что дейді да. Сол жерде Дәке деген таң қалып қалады, мен мына көзінен шөп салып не деген әйел деп өзінің әйеліне таң қалып қалады жаңа жерде. Дұрыс дейді, қайта әйелдерге қамқор болу, сен сияқты бай адамдар әйелдер алу керек дейді. Ол шариғатта да бар деген сияқты. Дәке шок, әйеліне ондай сөздер, әйелінен қорқып жүрсе, сөйтіп енді барып Саяға айтайын десе, Саяны алғысы келмейді да, Сая себебі жаман болып кетеді жаңағыдай. Сосын бір кезде Саяға келіп сөйлеседі, бүгін енді біз кездесе алмаймыз, ана мынау деп, бірақ Саяны жақсы көріп қалады Дәке ше. Бірақ жаңағыдай тірліктер болғасын қорқады да, жаман болып кете ма деп. Сосын бір кезде Саяға келіп айтады, мен енді кездесе алмаймын, ана мынау болды, қоя саламын. Әйелім бар, бала шағам бар, өзің білесің дейді. Сосын Сая негізі Дәкені жақсы көріп қалған болады, сондай қамқорлығы үшін. Себебі қыздар қамқор болғанды қатты жақсы көреді. Сөйтіп соны жақсы көріп қалады, Дәкені жасы үлкен болса да. Сосын барып айтады, Сая айтады, мен кімге тұрмысқа шығамын, сіз мен барлық жерін білесіз, неше түрлі қылып жасадым сізге дейді. Білмеймін енді дейді, бірақ жақсы болып кетуге тырысамын, енді жаманшылыққа бармаймын дейді. Екінші әйел баласыз ба дейді Дәкеге. Дәке тұрады да, просто жақсы болсаң, сөз берсең, әйелмен таныстырамын сені кәдімгідей дейді. Бірақ жаңағыдай жаман болып, айқайлап, қырылысып жүрме дейді. Мен ондай жаман көремін дейді. Бірақ жақсы отбасы болсаң, кәдімгідей бала шағалы болып, нормально болып кетемін. Просто сен менің байлығым емес, неміз емес, ақша үшін емес дейді. Сен менің өзім үшін не қылып көр дейді. Ол ақша бірде бар, бірде жоқ дейді. Бірақ сен менімен болғың келе ма? Сол мәселе, соны жақсылап ойлан дейді. Сосын Сая айтады, ойланып көрейін дейді. Сосын үйіне келеді, Сая ойланады, қазір мен бір жағынан Дәке де ұнап тұр оған. Үйреніп қалған ғой бауыр басып, қамқорлығы оның. Екінші жағынан енді қыз емес, оны кім алады деген сияқты қорқынышты ойлар келе береді. Жалғыз өзім қалып қалама деп. Сөйтеді де әке шешесіне айтады жағдайды. Осындай болды, мен ұнатып қалдым, екінші әйел болып тигім келіп тұр, осындай кісіге 40 жаста деп, оның әйелі көніп отыр дегенде ешқандай несі жоқ дейді. Сөйтіп Дәке барады да әйеліне айтады, таныстырады, Сая келіп айтады, мен шығуға бел байладым, үйге айтып қойдым барлығы. Сосын Дәке алады да екінші әйел қылып алады, оны әйелмен таныстырады, әйелі оны кәдімгідей өзінің бауыры ретінде қабылдап, кәдімгідей бірге достасып, әрқайсына бір үйден бөлек тұрғызып, Дәке сөйтіп, сонда Сая айтып береді ғой. Не үшін бұндай жолға түстің деген кезде Дәке сұрағанда Сая айтады, мені бір жігіт үйленейін деп жатқан жерден
бұзып қашып кетті. Содан кейін еркек адамдардың көбісін жаман көремін, еркек адамдар келсе соны назло жасаған екен да барлығын. Содан кейін бірақ сізді көрген кезде мен өзгердім дейді жаңағыдай. Сөйтіп осындай жолдан қайтып, действительно шынымен жақсы көрдім дейді. Сөйтіп некесін қиып, кәдімгі екінші әйел болып, дәке 40 жаста, 18 жаста Сая жаңа сөйтіп оның семьясы қабылдап дегендей жақсы семья болып кетіп, қазір Алматыда тұрып жатыр. Міне осындай көргендеріңізде екінші әйел реті болса да қиын жолдан сақтап қалған дәке жалпы өйтіп сыртқа барып, неше түрлі затты жасап, әйелінен жасырып, өйтіп жаман жолдан сақтану керек. Әйел бала шаға ол бірінші орында тұру керек, адамның жанұясы ол. Сол үшін де жаңа зинаға бармай, бәрінің келісімін алып, мүмкін болып жатса, сөйтіп некемен болған жақсы да, оның керек жоқ. Арнаға жазылып лайк басып кетіңіздер, сау болыңыздар.